жоғары дәрежелі ерекшелік белгісі, халық қаһарманы атағы Ұлы Отан соғысының ардагері Мәденов Кенжебай Мәденұлына беріледі. Айрықша ерекшелік белгісі алтын жұлдыз бен отан ордені ұлы Мәденов Махамбет Кенжебайұлына тапсырылады. 6 мамыр күні Астанада өткен мемлекеттік марапат және әскери шен тапсыру рәсімінде мемлекет басшысы халық қаһарманы Кенжебай Мәденовтың ұлы Махамбет Кенжебайұлына алтын жұлдыз бен отан орденін салтанатты түрде тапсырды. Ендеше ерекше ерлігі 81 жылдан кейін бағаланған Кенжебай Мәденов кім еді? Ол 1925 жылы 19 ақпанда қазіргі Батыс Қазақстан облысының Қаратөбе ауданына қарасты Ақтайсай ауылында дүниеге келген. 1943 жылы Қаратөбеден майданға аттанған Мәденов аз кем дайындықтан өтіп, арнайы курста кіші командир дәрежесін иеленді. 3-ші Украин майданының 57-ші гвардиялық дивизиясындағы 170-ші полк жауынгерлерімен бірге Кривой Рог түбінде шабуылға кіреді. Кезекті бір шайқаста аяғынан ауыр жараланып, госпитальға түседі. Одан шыққан соң 5-ші тегеурінді армияның құрамында Молдавиядағы Яссы Кишинев ұрыстарына қатысады. 1944 жылдың қыркүйегінде полк басшылығы ішінде Мәденов бар бір топ жас жігітті кіші лейтенанттар даярлайтын курсқа оқуға жібереді. Одан келген соң 1-ші Беларусь майданындағы 266-ші дивизияның 1008-ші полкіне барады. Мұнда взвод командирі болып тағайындалған ол Варшаваны азат етудегі әскери қимылдарға қатысып, 1945 жылдың қаңтар айында Германия жеріне келіп кіреді. Әйгілі маршал Жуковтың 700 беттен тұратын «Воспоминания и размышления» атты деректі кітабында қазақтан жалғыз лейтенант Мәденовтың есімі аталған екен. Шайқаста танкілер мен өздігінен жүретін зеңбіректерді іске қосуға тура келді. Олардың оқпандарынан суылдай ұшқан снаряд ратушаның зіл батпан шойын қақпасын қақырата құлатып, үй алдындағы алаңқайды түтінді пердемен тұмшалап тастады. Осы сәтті шебер пайдаланып, мұнда ең бірінші болып лейтенант Мәденовтың взводы басып кірді деп жазған екен маршал Жуков. Ұлы Отан соғысының соңында ол взвод командирі ретінде қанды көйлек жолдастарымен бірге Берлиннің ратуша ғимаратына жеңіс туын ілді. Осылайша сұрапыл соғыс тарихында екі қазақ жауынгері Қошқарбаев Рейхстагқа, Мәденов ратушаға ту тігіп, тарихта есімдері алтын әріптерімен жазылады. Соғыс аяқталған соң Кенжебай Мәденов 1946 жылдан бастап ұзақ уақыт мемлекеттік қауіпсіздік комитетінде қызмет етеді. Алайда соғыстан алған жарақатының салдары болар. Небәрі 49 жасында 1974 жылдың 26 желтоқсанында дүниеден өтеді. 81 жылдан кейін Кенжебай Мәденовтың қан майдандағы ерлігі лайықты бағасын алуы, бүгінгі ұрпақтың ерлікке тағзым, өткен күнге құрметін білдірсе керек.